Бүгін сіздердің назарларыңызға идеялар кілемі атты керемет әдісті ұсынамын. Идеялар кілемі әдісінің маңыздылығын анықтау үшін білім алушының есте сақтау қабілетін қалай жақсартамыз деп аталатын тақырыпты алдым. Осы тақырыпты ашу барысында есте сақтау қабілетін арттыратын жаттығулар, әдіс тәсілдер, ойындарды қолдана отырып, идеялар кілемін қалай құрастырамыз, сонымен бөлісетін боламын. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, топтық ойындар, сұлбаның бейнесін қайталап сал, струп-тест, лабиринттер, нейрогимнастикалар, екі қолмен жұмыс жасау, суреттердің айырмашылығын табу секілді тапсырмалар оқушылардың есте сақтау қабілеттерін жақсартатын бірден-бір әдістердің бірі. Сондықтан осы әдістерді қолдану барысында білім алушылардың есте сақтау қабілеттері жақсарады. Оны біз іс-әрекет жүзінде де және тапсырмаларды орындау барысында да осылай көрсетуімізге болады. Идеялар кілемі әдісінің нақты қадамдарын білгіңіз келсе, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Сонымен бірге, инста парақшама жазылуды ұмытпаңыз.